Енді мен бұл жұмысты қорытындылай айта кетсем, студенттік өзінің жұмысында орындау барысында мен Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз романының жан-жақты талдап, шығарманың әр қырын түсінуге тырыстым. Романды оқып болғаннан кейін мен тек тапсырма орындап қойған жоқпын. Шын мәнінде өзім үшін де үлкен рухани әсер қалдым. Шығарманың талдау барысында оның тарихи кезеңі, яғни негізгі оқиғалары, кейіпкерлері, ұлттық салт-дәстүрлері, идеялық мазмұны, оқырманға әсер, тәрбиелік мағынасы, тіпті менің жеке сезімім мен түсінігім бәрі өзара байланысып, бір үлкен тарихи картинаны көз алдыма келтірген болатын. Бұл кітап жақсы ойда түйіндей алдым өзім үшін. Мен бұл роман арқылы 18-ші ғасырдағы қазақ елінің басынан өткен ең ауыр кезеңдерінің бірін қайта сезінгендей болдым осы кітапты оқыған жағдайда. Жоңғар шапқыншылығы, елдің басына түскен қасірет, халықтың босып жүруі, батырлардың жанкешті күресі, мұның бәрі тек оқиға емес, бұл біздің ата-бабамыздың шынайы тағдыры екенін түсіндім. Оқыған сайын бұл менің өз тарихымды тереңірек ұқтым десем де болады. Бұл бұрын кітаптардан немесе сабақтан жаттап алған мәліметтер де бар еді, бірақ бұл шығарма олардың тірілтіп, рух беріп, эмоциямен жеткізе алды. Яғни бұл қаншалықты әдеби тілінің бай екенін түсіндіре алған, жеткізе алған айтылады. Тарихта алғаш құрғақ ақпарат емес, нақты адамдардың тағдыр екенін сезіндім. Не үшін мені бұл қатты толғатты деп ойласаңыздар, романды оқи отырып мен Қабанбай батырдың бейнесіне ерекше тоқталдым. Ол Олжай батыр емес, бұл бүкіл елдің қорғаны, тірегі, үміті болған тұлға еді. Сол автор оның ерлігін әсірелемей, шынайы адамдық болмысымен көрсете білді. Яғни бұл артық та кетпеді, и оны өте аз қылып та айтпады. Яғни шынайы қылып көрсете алды. Мен Қабанбай туралы бұрында естімегенмін, қатты көп мәліметті, бірақ дәл осындай толық әрі жан-жақты бейнені алғаш рет таныған болатын. Сондай-ақ Абылай ханның күрделі мінезі, саяси көрегендігі, Бөгенбай батырдың адалдығы, халықтың күнделікті өмірі мен көшпенді тұрмыс, жаугершілік дәстүрі, бұл бәрі бірлігін, сол дәуірінің кең тынысын берген болатын. Бұл романда маған қазақ халқының қалай аман қалғанын, тәуелсіздіктің қандай қиын жолдармен келгенін түсіндірілген болатын, анық көрсетілген болатын, анық жазылған болатын. Шығармада жекпе-жектер, кеңестер, жорықтар, қайғы мен қуаныш қатар жүрген. Мен сол оқиғалардың ортасында жүргендей болдым, әсер алдым. Сол кей жерлерінде жүрегім ауырды десе де болады, өте қатты тиген кездерде болды. Кей тұстарында қуандым, кейде шын мәнінде көзіме жас та келген кездерде мүмкін болатын беді. Өзім үшін түйінгенім, Дарабоз маған мынадай өте керемет түйін десем де болады, ойлар қалдырды. Ел бірлігі болмаса, ешқандай да халық аман қала алмайды. Халықтың бірлігі бұл жеңіске деген өте керемет қадам. Батырлар тек күшті деп те танылмаған еді. Бұл олардың ақылды, жауапкершілігі мол тұлғалар. Яғни бұлар тек өзінің күші арқылы танымал болған емес. Өзінің ақылды, жауапкершілік арқылы мол танылған керемет батырлар. Тәуелсіздік ең қымбат құндылық. Сондықтан да бұл бізге өте оңай келмеген.
білдім. Өткенді білу болашаққа дұрыс қадам жасау деген сөзді мен ұққанмын. Және де қазақ халқы қайсар, рухы биік халық. Бұл романды тек таңдау үшін емес, талдау үшін емес, өз жаным үшін оқыдым деп те айта аламын. Бір жағынан өте қызық кітап болған еді. Мен үшін жазушы туралы ойым, бұл бізде Қабдеш Жұмаділов негізі өзі басында кезінде айтқандай, мен негізі ешқандай да оқиғаларды артық та айтпаймын, азайтып та айтпаймын, қалай бар солай жазатыны туралы айтылған. Яғни бұл шеберлігіне риза болдым. Оның тілі өте бай, көркем, бірақ сонымен қатар түсінікті, тілі өте бай болғанмен қиын да емес адамға жеткізу. Ол тарихи деректермен көркем қиялды өте жақсы үйлестіре алған автор. Бұл автордың арқасында мен қазақ әдебиетінің тағы бір үлкен әлемін аштым десем де болады. Романның жалпы қорытындысы негізі дарабоз жай роман емес, бұл ұлттық рухты көтеретін, тарихқа баға беретін, адамды тәрбиелейтін үлкен шығарма. Қазақ халқының тағдырын, ерлігін, өмірін танытатын өте маңызды туынды. Мен бұл романды оқып өзімнің кішкене рухани жағынан байыттым десем де болады. Қазақ болып туғанымда мүмкін мақтаныш сезімі артты. Тарихымды жақсырақ түсіндім десем де болады. Өте анық көрсетілген, өте қызық қылып жазылған екен кітап. Шынымды айтсам, кітап біткеннен кейін де оның әсері ұзаққа созылды. Яғни кітапты бітіріп болғаннан кейін де бұл мен сезімде әлі бірнеше күн болған едім. Бөгенбайдың бейнесі, халықтың көз жасы, елдің қуанышы, бәрі әлі де санамда тұр. Өзімнің жеке қорытындымды айта кетсем, өзім үшін бұл тарихи дарабоз кітабы өте рух сабағын, адамдық сабағын берген болатын. Бұл романда маған көп нәрсе үйретті. Батыл болу, елді сүю, тарихты құрметтеу, қайсарлық, намыс, бірлік сияқты қасиеттер өте керемет еді. Осы себепті мен бұл кітапты оқығаныма еш өкінбеймін, керісінше қуаныштымын. Өте керемет кітап болды, жақсы. Өзімнің өткенімді танығым келгендіктен де, рухымды көтергім келгенде, дәл осындай кітап қажет екенін түсіндім. Бұл кітапты мен әдеби жағынан қызығатын адамдарға ұсынатын едім, кереметтей ұсынатын едім. Мен жұмысымды осындай терең оймен аяқтаймын. Негізінде дарабоз осы қазақ рухын оятатын мәңгілік шығарма. Мен оны оқығаныма қуаныштымын, әр қазақ оқу керек деп есептеймін. Өзімнің ойым. Өте керемет, жеңіл, тамаша кітап. Ұсынатын адамдарым да бар, ұсынып та үлгердім, ұсынатын да едім болашақта. Өйткені бұл кітапта айтылған оқиғалар жай ғана есте қалатын ғана оқиға емес, бұл болашаққа деген мүмкін керек болатын оқиғалар. Яғни болашаққа қандай көмегімен десеңіздер, манағыдай осы халықтың бірге болуы, бір-бірін тыңдай алуы, кеңес, мына Абылай ханның 300-ді қосқан кездегі кеңесі өте керемет пайда болатын беді деп те айта аламын. Яғни әр адам оқығанда өзіне керек нәрсені ала алады. Бұл кітапта ешқандай жаман нәрсе айтылмаған. Бұл кітапта тек кереметтей жақсы жағынан, адамды жақсы жағынан көрсете алатын, кеңестері де жақсы жағынан көмектесе алатын мәліметтер өте көп еді. Рахмет. Көп. Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін Қабдеш Жұмаділовтың дарабоз кітабын туралы талқылаймыз.
Бұл роман негізінде 18 ғасырдағы жоңғар шапқыншылығы кезіндегі оқиғаларды суреттейді. Қазақ халқының елін, жерін қорғау үшін жасаған күресін көрсетіледі. Сол дәуірдегі соғыстар және де қиыншылықтар, халықтың басына түскен ауыр заман сол кітапта жан-жақты жазылған болатын. Шығарманың негізгі мақсаты қазақтың ерлігі мен бірлігін көрсету еді. Автор халықты отанды қорғау, бір болу, жаудан қайтпау сияқты үлкен мәселелерге назар аударған еді. Яғни кітап тәуелсіздіктің оңай келмегенін түсіндіретін шығарма. Романда көптеген тарихи тұлғалар бейнеленген болатын. Бірақ олардың ең басты кейіпкерлері ретінде бірнеше есім ерекше бөлінген еді. Ең алдымен шығармадағы бас қаһарман бізде бұл Қаракерей Қабанбай батыр, яғни Қабанбай қазақтың атақты батыры, талантты қолбасшы және де жоңғарларға қарсы соғыста елінің тірегіне айналған тарихи тұлға. Романда Қабанбай батыр жаужүрек, әділ, елге жанашыр бейнесінде суреттелген болатын. Оның ерлігі мен әскери айла ерлігі және халық сүйіспеншілігіне бөлінген мәртебесі кең көрсетілген болатын. Қабанбайдың қасында әрдайым үзіңгілес серіктесі болған, солардың бірі Абылай хан, яғни романда Абылай ханда негізгі қаһармандардың бірі ретінде көрсетіледі. Абылай 300-дің басын қосқан әйгілі хан, мемлекет қайраткері. Шығармада оның көрген басшылық қасиеті, дипломатиялық ерлігі айқын көрініс тапқан болатын. Халықтың бірлікке жұмылдырып сыртқа жауға қарсы тұруды Абылайдың рөлі ерекше сипатталған. Үшінші маңызды кейіпкеріміз бұл бізде Бөгенбай батыр. Ол да тарихи белгілі қолбасшы, Қабанбайдың қарулас досы. Яғни Бөгенбай батыр романда қайсар отансүйгіш тұлға ретінде бейнеленіп, жорықтарда Қабанбаймен бірге жауға тойтарыс берген болатын. Бұлардың өзге шығармада көптеген тарихи қайраткерлері де бар. Төле би мен Қазыбек би секілді билер ел бірлігін ойлаған кемеңгер ретінде көрінген. Әбілқайыр хан мен Барақ сұлтан арасындағы тартыс та сюжеттік шиеленіс ретінде орын алған. Сондай-ақ халық аузында қалған Бұқар жырау сияқты Данагөй жыраулар да кейіпкер ретінде ұшырасады. Автор осы кейіпкерлердің әрқайсысының болмысын тарихи деректерге сүйене отырып, шынайы әрі жан-жақты ашуға тырысқан. Мысалы, Абылайдың күрделі мінезі туралы айтылған, Әбілқайырдың тағдырлы шешімі, Төле бидің даналығы көркем суреттелген. Жалпы романдағы басты тұлғалар елдің болашағы үшін күрескен ерлер және де олардың бейнесі арқылы халықтың қайсар рухы анық көрсетіледі. Бізде осы романда қазақтың көптеген салт дәстүрлері жан-жақты көрсетілген болатын. Олардың бірі батырды ақ киізге көтеру, жекпе-жек дәстүрі, яғни жекпе-жек дәстүрі арқылы батырдың рухын көтеріп, өзінің елдің алдында өзінің батырлығын көрсеткен болатын. Көш бастау, көшіп қону деген сияқты би шешендердің кеңесі жайлы салт дәстүр туралы айтылған. Батырға ат қою және бата беру және де отбасылық салт дәстүрлері өте көп кездескен. Бұл дәстүрлер арқылы ол заманның өмірі жақсы сезіледі.
яғни дәл қазіргі уақытқа дейін келіп жеткен қыз ұзату, құда түсу деген салт дәстүрлерде анық көрсетілген болатын. Бұл кітапты оқығаннан кейін мен Қабанбайдың шын аты Ерасыл екенін білдім. Қазақтың жоңғарға қалай қарсы тұра алғаны туралы білдім. Өйткені кітапта бұл жайлы өте анық жазылған, өте анық көрсетілген. Халықтың бірігіп қана аман қалғанын көрдім. Яғни бізде осы романда халықтың бірге болуы, бірге бола тұруы өте қатты көмегін берген. Өз тарихымыздың қаншалық қиын болғанын да меңгергенмін. Мен үшін бұл үлкен жаңалық болған. Ерлік мен бірлік басты құндылық екенін де сезіндім. Маған ұнаған 2-3 үзіндіні айта кетсем, қысқаша видеода негізінде біріншісі бұл қазақтың жері үшін жанын берген ер туса Қабанбай еді. Екіншіден бұл Абылай хан елді бірлікке шақырып жауға қарсы тұрудың жолын көрсеткен, өте керемет кеңес бергенін. Ақтабан шұбырынды жылдары халықтың көз жасы көл болды деген бөліктер өте анық маған ұнады. Романда оқып жатқан кезде мен түрлі сезімдерді бастан өткердім. Оқиғалардың ішіне кіріп кеткендей болдым. Өйткені бірде жүрегім ауырлап, бірде қуанып, көңілім бірде жоғары, бірде төмен болып тұрды. Әртүрлі сезімдер бере алды бұл роман. Соғыс, жаугершілік суреттелген тұстарда ішімде бір ерекше күш пайда болды десек те болады. Рухым көтерілген, ата-бабаларымыздың ерлігіне риза болдым. Шын мәнінде патриоттық мақтаныш сезіндім, шынайы айтса. Ал қарапайым халықтың бастан кешкен шыншылдықтарын, кейіпкерлердің жеке қайғыларын оқығанда өзімнің де жүрегім елжіреп, оларға жаным ашып мұңайған кездерімде болды. Кейде елдің қанша жақын адамдарынан айырылғанын оқығанда шынымен де өте қайғылы, мұңайлы кездерде өте көп болды, негізі сәттерде көп болды. Қабанбай, Бөгенбай сияқты батырлардың қайсарлығы мен адалдығы маған қатты әсер етті. Соларға ұқсағым келіп, ішімде бір намыс оты жанғандай сезімде болдым кейбір кездері. Романның шынайылығы сондай, өзімнің сол дәуірде жүргендей сезім болды. Солай толқып, өте қатты ойланған кездерім болды. Бірде қуанып, қайғылы жерлерде мұңайып, яғни осындай сәттерде бір шама болған. Бұл жайлы қорытындылай кетсем, Дарабоз романының оқуы негізі мені қатты рухтандырды. Ұлттық рухты, тәуелсіздіктің қадірін жүрегіммен сезіне алдым. Сонымен қатар өткен тарихтың қаншалықты ауыр болғанын түсініп, біраз ой қалдырды маған. Кітапты оқып бітіргеннен кейін де ол алған әсерім бірден басылмаған еді. Ұзақ уақыт бойы жүрегімде негізі сақталып тұрды. Мен бұл Дарабоз романын достарыма да, жақындарыма да міндетті түрде ұсынар едім. Өйткені бұл кітаптың берер пайдасы өте көп деп айта аламын, көп деп ойлаймын өзім. Біріншіден бұл шығармада бұл шығарма кез келген адамда ұлтқа деген сүйіспеншілікті оятады. Әсіресе біз жастар үшін маңызды
ата бабаларымыздың ел үшін қандай ерлік жасағанын көркем түрде түсініп, нағыз патриот болудың не екенін сезінеміз, сезіне алады деген ойдамын. Тіпті қазіргі заманда патриоттық тәрбие өте қажет. Сондықтан менің ойымша бұл роман сол тәрбиені беретін ең жақсы шығармалардың бірі деп мен өзім айта аламын. Өте керемет тәрбие де бере алады патриоттық, қалай айтқанымдай. Екіншіден, бұл Дарабоз кітабы нақты тарихи мәліметке толы кітап. Барлық жағдай нақты ашық айтылған. Оны оқығанда осы 18 ғасырдағы қазақ халқының жағдайын, жоңға шапқыншылығының қаншама ауыр кезеңі болғанын, сол замандағы тарихи тұлғалардың рөлін анық түсіндім. Мектепте үстірт өткен тақырыптар бұл романды оқыған кезде көз алдыма да анық елестеп, жаңа ақпарат алдым десем де болады. Яғни бұл кітаптар білім де береді, әлі адамды тәрбиелей де алады. Яғни өте керемет, жақсы жағынан әсер етеді адамға деген. Үшіншіден, бұл романды әдеби тұрғыдан өте жоғары бағала алдым. Оқиғалары өте қызық, кейіпкерлері де есте қаларлық, тіл өрнегі өте әдемі, кең, байт әдеби тілін жазылған. Оқып отырып жалықпадым, керісінше ойға қалдырды, және де көркем әдебиеттің ләззаттығын да сездіре алды кітап. Менің таныстарымның арасында тарихқа қызығатындар да бар. Олар үшін бұл кітап өте керемет пайдалы болар еді, өте керемет жаңалық болатын да еді, мүмкін көрініс болатын да еді. Жалпы жан-жақты дамығысы келетін адамның да бұл романды оқуы артық етпейді деп ойлаймын. Дарабоз қазақ әдебиетінің танымал әрі құнды шығармаларының бірі, ешқандай артық етпес деген ойдамын. Оқыған адамға әр қазақ өзінің қандай еңбекпен тәуелсіздікке келгенін білу бұл артық емес. Қорытындылай айтқанда, бұл романда оқыған адам Қабанбай батырдың ерлігінен үлгі алып, ұлттық рухын көтереді, тарихты теңірек түсіне алады деген ойдамын. Сол үшін де мен бұл кітапты айналамдағы адамдарға толық сеніммен ұсына аламын. Романның авторы туралы айта кететін болсақ, Қабдеш Жұмаділов екенін оқып отырып, мен бұл туралы біраз мағлұмат алдым. Ол 1936 жылы Қытайдың Шыңжай аймағында, Тарбағатай өңірінде Малдыбай ауылында дүниеге келген еді. Кейін 1962 жылы Қазақстанға көшіп келген еді. Көшіп келіп, шығармашылық жұмысын жалғастырған еді осы арада. Қабдеш Жұмаділов Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлық иегері, лауреаты, көптеген орден медальдармен марапатталған өте танымал қаламгер. Ол әдебиетке 1960 жылдары келіп, өмірінде 30-ға жуық көптеген тарихи кітаптар жазған. Оның әсіресе тарихи романдары көп. Оның бірі Соңы көш, Тағдыр деген, Дарабоз, Прометей алауы сияқты шығармалары оқырмандар арасында кең тараған еді. Менің түсінгенім бойынша, жазушы қазақ халқының өткен өмірін өте шынайы, терең суреттей алады. Дарабоз романында мен оқыған, ол тәуелсіздік жылдары жазып, қазақ тарихының көп айтылмай қалған тұстарын ашып көрсеткен еді. Бұл Қабдеш ағаның өз өмірінде қазақтың тағдырына да ұқсайды. Қытайдағы қазақтардың өмірін көрсетіп, кейін елге оралып, бұл туралы да кітаптар жазғаны бар еді. Және де ол Мұхтар Әуезовтың
жолын жалғастырған. Ильяс Есенберлиннен кейін тарихты кең көлемде қозғаған жазушылардың бірі екенін түсіне алдым. Қабдеш Жұмаділов осы 2021 жылы 84 жасында дүниеден өткен еді. Бірақ артына өте құнды әдеби мұра қалдыра алды. Шынымды айтсам, автордың өмірі мен шығармашылығы жайлы оқи келе оған деген құрметім де артты десем де болады. Себебі ол өзінің еңбектері арқылы қазақ халқының тарихын тануға өткенді ұмытпауға үлкен үлес қосқанын, қаламгер екенін түсіндім. Мен үшін оның шығармаларын оқу тек әдебиет емес, тарихты тану жолы болып көрінеді. Мен бұл кітапты ең алдымен университеттегі осы студенттік өзіндік жұмысы тапсырма үшін де таңдаған едім. Бірінші курс, негізінде әртүрлі курс студенті ретінде қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларын мен танысқым келген болатын. Әсіресе осы тарихи романдарын оқуға қызығушылығым жоғары болған. Сол себепті де көзім осы Дарабоз деген романына түскен еді. Кітаптың тақырыбы осы батырлық дәуір, Қабанбай сияқты ұлы тұлғаның өмірі маған бірден әсер еткен болатын. Оқуды бастамай тұрып-ақ бұл шығармадан негізі халқымыздың тарихы туралы көп нәрсе үйренемін деп ойладым. Өзімнің ойым. Патриоттық рухтағы туындыларды жақсы көрсетілген, батырлардың ерлігі туралы оқиғалар әрдайым мені негізі жігерлендіретін. Сол себепті де бұл кітапты мен үшін өте қызықты болды. Қызығушылығым болды. Қызықты болды оқыған кезінде, и қазір де өте керек деген ойлар қалдырған еді. Оқу барысында шынымен де өз мақсатымды орындай алдым деген ойдамын. Бір жағынан осы студенттік өзінің жұмысында тапсырмамды орындап, екінші жағынан бұл жеке қызығушылығымды қанағаттандырдым деген ойдамын. Қабдеш Жұмаділовтің тілі, негізі оқиғаны суреттеу шеберлігі ерекше ұнады маған. Негізінде айта кетсек, әдеби қоры, әдеби тілі бай екені анық көрінді. Бұған деген дәл осындай кең құлашты тарихи романдарды көп оқымағандықтан Дарабоз маған жаңа әдеби әлемнің есігін ашқандай болды, өзімнің ойым. Қорытындылай айтқан кезде бұл романда тек тапсырма үшін да ғана емес, өзімнің тарихқа және әдебиетке деген қызығушылығымның арқасында да оқып шыққан болатынмын, және де өкінбеймін. Маған бұл кітап өте керемет жаңалықтың ашулары болды, тарихи ашулар өте көп болды, керемет сезім қалдыра білді, керемет ой, түйін қалдыра білді. Менің ойымша бұл кітапты жасты өте қатты таңдамайды. Ересектерге дейін де, жас студент оқушыларға да арналған деп ойлаймын. Мен көзқарасым бойынша бұл кітапты кез келген адам, әдебиетке, тарихқа деген қызығушылығы мол адам оқи алады деген ойдамын. Дарабоз өте кең аудиторияға арналған негізі роман. Бұл кітап ең алдымен өзінің елін, тарихын білгісі келетін, ұлттық рухын сезінгісі келетін адамдарға арналады. Тарихқа қызығатын жоғары сынып оқушылары да, студенттері де, жалпы қазақ әдебиетін сүйетін кез келген адамға пайдалы, артық етпейді. Әсіресе жастар үшін бұл маңызды деп ойлаймын. Роман ата-бабамыздың ерлік жолын көрсетіп, отансүйгіштікке тәрбиелейді. Бірақ бұл шығарма тек
жас буынға ғана емес, ересектерге де қызық өйткені тарихқа деген тарихи дерек пен көркем сюжет өте үйлесімді жазылған болатын. Сондықтан да жас талғамайды бұл кітап. Бұл ерекше көрініс. Тілі де ондай қатты қиын да емес, оқуға өте жеңіл. Тарихшылар да, әдебиетшілер де, жай ғана оқырман да бұл романды өзіне керек нәрсені таба алады деген ойдамын. Тілі бай болғанымен де түсінікті және де оқуға жеңіл, мен айтқандай. Сондықтан кең аудиторияға өте қолайлы. Сонымен қатар Дарабоз осы кітабы мектеп пен үлкен бағдарламаларда, жоғары оқу орындарында ұсынылатындықтан оқушылар мен студенттер үшін маңызды шығарма деген ойдамын. Қазақ әдебиетінің классикалық ретінде оның қазақ тілін білетін, ұлттық құндылықтардың құрметтейтін барлық оқырман оқуы тиіс деп ойлаймын. Өзім басым. Қорытындылай келгенде, бұл мен үшін Дарабоз отан тарихы құрметтейтіндей және қазақ халқының рухани мұрасын бағалайтын барша адамдарға арналған шығарма деп ойлаймын.